Құрметті қауым, қымбатты оқырмандар, Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы ұлттық домбыра күніне дайындаған қасиетті домбыра шежіресі атты бейнебаянды ұсынады. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кеш бұра. Қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Кең даланы мекен еткен қазақ жұртының ең аяулы да қасиетті музыкалық аспабы домбыраның бірде күмбірлеген, бірде шертілген ойлы дыбысы құлаққа жағымды, жүрекке жақын, оның күмістей сыңғырлаған үні талай сырдың басын қайырады. Сондай тартылған қос шектен сан ғасырдың сан алуан сипаты, ақыл ойы, көңіл күйі жатыр. Домбыра көшпелі елдің көнекөз шежіресі, көпті көрген қарияның көкірек күйі деген екен. Ахмет Жұбанов. Ұлтымызбен жасасып келе жатқан төл аспабымыздың нақты шығу тарихы туралы ақпараттар жоқтың қасы. Ғалымдар 4-ші ғасырда Хорезм мен Жамбылда жүргізілген археологиялық зерттеулерде табылған тасқа қашалған қос аспаптың суретінен кейін домбыраны тас дәуірінде пайда болуы мүмкін деп болжайды. Ал ғалым Кемел Ақышев болса 4000 жыл бұрын салынған домбыраның суретін тапқан. Яғни, содан бергі уақытты есептеп қарағанда домбыраның кем дегенде 6000 жылдық тарихы бар. Ал кейбір деректерде 8000 жылдық тарихы бар деп айтылады. Осыдан 15-ші ғасыр бұрын, яғни 5-6 ғасырларда жасалған Моңғол Алтай жотасының бір сілемі Жарғалам Қайырхан тауының бір үңгірінде сақталып бізге жеткен кәрі домбыра жанағының сыртқы бетіне бұғының бұланның суреттері ойылып салынған. Онымен қоса домбыраның басы, бұғының бұланның басы. Сонда бұл кездейсоқтық па, әлде шындық па? Аңызда не айтса, мына кәрі домбыра бітім тұрпатымен соны дәлелдейді. Оңтүстік Қазақстанның қой қырылған көне қаласы орнынан табылған қыш тас мүсін. Домбырашы бұрынғы заман 8-ші ғасыр. Шанағы дөңгелек, мойны қысқа, беті жабық, аспап ұстап тұрған музыканттың бейнесі тасқа қашалып түсірілген ескерткіштер домбыраның түркі дәуірінің аспабы екендігін айғақтай түседі. Домбыра жайлы аңыз әңгімелер өте көп. Соның бір аңызын сіздерге әңгімелеп берейін. Ертеде бір хан қызының кедей жігітпен көңіл жарастырғанын сезіп қалады да, жігітті дереу дарға астырады. 2 қабат болып қалған қыз мезгілі жетіп босанады. Оны аңдыған мыстан кемпір егіз баланы көз көрмес, құлақ естімес алыс жерге апарып, жап-жасыл көн бәйтерек басында ұлды батысқа, қызды шығысқа қаратып әліп кетеді. Сәбилердің көз жасы тамған бәйтерек солады, жүрегі тоқтаған нәрестелермен бірге ағаш та құларады. Қаңқу әңгіме халық арасында жата ма? Оны естіген ана егізін іздеп жолға шығады. Жолдан шаршаған ана ағаш түбіне келіп демалады. Құлағына күмбірлеген сарын естіледі. Қайдан шығатын әуен екенін білгісі келіп, ағаш үстіне шығып тыңдаса, жанағы бәйтерек сынып кетеді. Ағаштың түбінен басына дейін іші қуыс екенін көреді. 2 басына бұтақтан бұтаққа керіліп қалған ішектерді көреді. 2 ішек самал желбен тербеліп, одан әуен шығады екен. Егіз құлымнан қалған жұрнақ осы болар деп, сол ағаштан аспап жасап алады. Батысқа қараған шегі бостау, шығысқа қараған шегінен қаттылау керілген екен. Астыңғы шек жіңішке дауысты қызым зарлық, ал үстіңгі шек бос қоңыр дауыстығы мұңлық болсын деп 2 шекке ат қойып, домбырасын тартып, күй шығарып кеткен екен. Бұл аңыз әңгіме этнограф Өзбекәлі Жәнібековтің еңбегінде жазылған екен. Домбыра халық даналығы. Тарихтың хатқа түспеген талай беттерін паш етіп, халқымыздың тарихнамасына айналды. Ол халқымыздың рухани бай мұрасын, өмір тәжірибесімен, табиғат, адам, әлем туралы білімдерін, философиялық көзқарасын бейнелеп, олардың атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып отырды.
қазақтың майталман күйші композиторлары Құрманғазы мен Динаға, Дәулеткерей мен Тәтімбетке серік болған домбыра. Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Мұхит, Мәди, Кенен Әзірбаев, Әмір Қашаубаев, Ғарифолла Құрманғалиевтердің үніне дөңгел болған домбыра. Домбыра барда күй барда домбыра бар. Ал жер бетінде қазақ деген ұлт барда қасиетті, киелі, үкілі домбыра да, сан ғасырлардың куәсі, баға жетпес мол мұрамыз, күйді мәңгілік жасай бермек. Қасиетті домбырамыздың күйлері күмбірлей берсін.